Бүгін Европа лигасының финалы Фрайбург Астон Виллаға қарсы. Кейінгі кезде футболдың жанкүйерлері осы Европа лигасын Эмеридің кубогы деп те атап кеткен. Себебі Астон Вилланың бас бапкері Унай Эмери өзінің карьерасында соңғы 15 жылдықта қателеспесем 5 рет финалға шыққан. Бүгін 6-шысы. Сол 5 финалдың 4-еуінде жеңіске жеткен, біреуінде жеңілген. Енді бүгін Эмери жеңіске жететін болса, онда 5 рет осы Европа лигасын алған жалғыз тренер болады. Енді оған жету білмеймін, болашақта кімнің, қандай тренердің қолынан келетін. Бұл Европа лигасын осы 5 рет жеңу үшін бір күшті бір математика керек сияқты. Ол үшін типа жаңағыдай әр чемпионатта өзінің берілген орнына барып жайғасу керек деген сияқты. Енді есеп қисап ауыр Лига Европада. Керемет Унай Эмериді көреміз, өзінің үйреншікті сүйікті турнирін бүгін Астон Вилла командасымен жеңе ала ма? Сіз қалай ойлайсыз? Пікір жаза кетіңіз.